ойым ба? Менің сезімім жауапты деген ойдамын. Назгүл, мен саған көмектесіп жүргенім сені ұнатып қалдым деген сөз емес. Мен кішкентай кезімнен бері әлсіздерге көмектесу керек деп үйреткенмін. Сен өте жақсы қызсың. Өзіңнің теңіңді табасың деп үміттенемін. Жақсы, мен жаттығуға барамын. Наз, Назгүл, бәрі жақсы болады. Ешнәрсе жақсы болмайды. Өмірдің өзі сынақ. Уақытша қиналасың. Бірақ дұрыс жолмен жүріп, сынақтардың бәрінен өтсе, арғы дүниеде бақытты боласың. Он 17 жылдан бері мен білетін Назгүл бұндай әлсіз емес. Қолдауыңа рахмет. Бірақ мені жалғыз қалдыра аласың ба? Қызым, саған не болған? Шаршадың ба? Иә. Қатты шаршадым. Бүгін емге бармай-ақ қояйықшы. Өтінемін. Жарайды, онда жақсылап демалып ал. Аза. Иә, Тілегімді айтқым келіп тұр. тілегіңді айт. Таңғы сағат 7-ге дейін қатты ұйқыға батыршы. Сенің тілегіңді орындау менің міндетім. 1, 2, 3. Сенің өмірің нағыз драма екен. Кетші. Сезімім жауапты деген ойдамын. Назгүл, мен саған көмектесіп жүргенім сені ұнатып қалдым деген сөз емес. Өшір анағына. Не? Кетші ба. Неге? Неге? Бұны мен неге жеткім келеді? Нені дәлелдегім келеді? Маған келгелі бері тисе бересің. Не үшін? Жаным-ау, бұны Көңіл көтеру дейді. Сен сияқты қисық мисықтарға тиісу бәрі ғанибет. Яғни әлсізсің. Өзің ойланып көр. Миың болса әрине. Осы универде сен тек маған ғана тиесің. Басқа ешкімге де емес. Өйткені неге? Өйткені олардың бәрі өздерін қорғай алады. Ал мен жоқ. Ал сен әлсіздерге ғана тиесің. Демек, өзің де әлсізсің. Сен өзі не оттап тұрсың, а? Анел, сен тағы Назгүл. Маған жолама. Өз-өзіме көмектесе аламын. Ой, жұртқа масқара болғанша үйіңде отыра беруің керек еді. Анел, той болды. Масқара болатындай мен не істедім? Немене? Сұрағыма жауап бер. Жақсы. Сенің ауруының өзі үйіңнен шықпа деп отыр. Бұл жер сенің орның емес. Бұл ауруды мен дамырған жоқпын. Бұл ауруды Аллах тағала маған сынақ ретінде жіберді. Және мен одан өтемін.
Иә, сен де ойлайтын шығарсыңдар, что біз әлсізбіз деп. Иә, біз физикалық түрде әлсізбіз. Бірақ та рухани тұрғыдан алып қарасақ, ең шыдамды төзіп жүрген мына бізбіз. Сендер бұлардың біреуіне де шыдай алмайсыңдар. Және де біреу жайлы айтпай тұрып, оның аяқ киімін киіп, жүрген жолмен жүріп көріңдер. Батылдықтарың жетсе әрине. Алихан, көмектескің келсе, Анелдің телефонындағы видеоның көзін жой. Тілегіңді айт. Сұрасам бола ма? Сұра. Сен менің бүкіл ауыртпашылығымды сезіне аласың ба? Ойымды оқығандай. Жоқ, бірақ тілесең, бұны орындай аламын. Ал егер адамға айналды деп ше, ол да қолынан келеді. Қанша уақытқа екенін айт. 24 сағаттан аспау керек. Тілегіңді айт. 30 минутқа адамға айналып, мені құшақташы. Сенің тілегіңді орындау менің міндетім. 1, 2, 3. Саған енді қол тигізе аламын. Әрине, бірақ мен ешқашанда біреуді